Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабаққа қош келдіңдер. Excel 5-ші сыныптың 5-ші модульдің 66-ші беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақты бастамастан бұрын менің каналыма тіркелеміз, подписацияны басамыз және де 10 000 оқырманға жетуіме сәл ғана қалған екен. Әрбір көргендеріңіз менің каналыма тіркеліп, подписацияны басып алсаңыздар болды. Үлкен жетістікке жетер едім. Қолдауларыңызға рахмет. Енді сабаққа көшейік. 10-15 минут уақытымызды бөліп, сабаққа тыңдаймыз, соңына дейін қараймыз, содан кейін ғана тапсырма орындаймыз. Сонда сендерге барлығы түсінікті болады. Reading and listening. Мұнда бұл сабақта сіздер оқылым және тыңдалым дағдыларын білетін боласыздар, үйренетін боласыздар. Ең алдымен мына сөздерді аударып алайық. Check these words дейді. Date back to бастау алады. Philosopher, philosoph, peaceful, бейбіт, create, жасау, protect, қорғау, temple, ғибадат хана, dedicated, арналған, sailor, теңізші, trader, саудагер, field, егістік, race, өсіру, rule, басқару, palace, сарай, fountain, субұрқақ, earthquake, жер сілкінісі, disappear, жоғалып кету, survive, тірі қалу, empire, империя, think, суға бату, destroy, жою. Енді сабақтарымызға көшейік. Exercise 1. Бірінші тапсырма. What do you know about the island of Atlantis? Сен Атлантида туралы қандай ақпараттарды білесің? How are these names related to Atlantis? Бұл атаулар Атлантидамен қандай байланысы бар? Әне бірінші тапсырманың жауаптарын мұнда жазып қалдырдым. Плато, Платон. Атлантида туралы жазған грек философы. Посейдон, теңіз құдайы Атлантиданы қорғаған. The Mediterranean, жерорта теңізі Атлантида болуы мүмкін аймақ. The Azores, Азор аралдары Атлантида болуы мүмкін жер. Сардиния, болжамды орын. Мальта, болжамды орын. Санторини, ең ықтимал нұсқалардың бірі дейді. Келесі. Listen and read to find out. Және бізге мына мәтінді оқып, аударып алу қажет. Сөйтіп осы мәтіннен не туралы екенін білетін боламыз. Мына тапсырмалар оған ешқандай қатысы жоқ. Және мұнда біздер тыңдайды екенбіз, оқимыз. The Lost Island of Atlantis. The myth of Atlantis dates back to 355 BC. In his book, Timaeus, Plato, a Greek philosopher, wrote about an island in the Atlantic Ocean. Atlantis was a peaceful and rich country. Poseidon, the Greek god of the sea, created and protected it. Жоғалған Атлантида аралы дейді. Атлантида туралы аңыз біздің заманымызға дейінгі 355 жылға жатады. Өзінің Тимей атты кітабында грек философы Платон Атлант мұхитындағы бір арал туралы жазған. Атлантида тыныш әрі бай ел болған. Теңіз құдайы Посейдон оны жаратқан және де қорғаған екен. The capital city, астанасы. The capital city of Atlantis was amazing. In the center there was a temple dedicated to Poseidon. Inside the temple stood a gold statue of Poseidon driving 6 horses. Атлантиданың астанасы керемет болған. Қаланың ортасында Посейдонға арналған ғибадатхана болған. Ғибадатхананың ішінде 6 атты айдап тұрған Посейдонның алтын мүсіні тұрған. The people were very rich. They were mostly sailors and traders. They had large ships and sailed all around the world. Some people were farmers and worked in the fields. They also raised cows and sheep. Халық өте бай болған, олар көбіне теңізшілер мен саудагерлер еді. Үлкен кемелері болып, бүкіл әлемді шарлаған. Кейбір адамдар фермер болған, егін алқаптарында жұмыс жасаған. Олар сиыр мен қойды да бағып өсірген екен. The kings who ruled the island lived in beautiful palaces. Their walls were covered in gold and silver. There were also lovely statues, paintings and fountains in the palaces.
патшалар дейді. The kings деген патшалар. Аралды басқарған патшалар әдемі сарайларда тұрған. Сарай қабырғалары алтын және күміспен қапталған екен. Сарайларда әсем мүсіндер, суреттер және де су бұрқақтар, фонтандар болған екен. The earthquake. People lived happily until one day. A terrible earthquake happened. The island disappeared into the ocean. Only a few people survived to tell the story of the great empire. Жер сілкінісі. Earthquake деген жер сілкінісі. Адамдар бір күнге дейін бақытты өмір сүрген, бірақ бір күні қатты жер сілкінісі болған. Арал мұхитқа батып кеткен. Ұлы империяның тарихын айту үшін аз ғана адам тірі қалған екен. Did Atlantis exists? There are many theories about where Atlantis was. It was either near the Azores or in the Mediterranean Sea, near Sardinia, Crete, Malta, or Santorini. It seems that the area between Santorini and Crete in the Greece is the most probable. Many people believe Atlantis sank at the same time a great earthquake destroyed the island of Santorini. Атлантида шынымен болған ба? Атлантиданың қай жерде болғаны туралы көптеген теориялар бар. Ол Азор аралдарының маңында, немесе жерорта теңізінде Сардиния, Крит, Мальта немесе Санториниге жақын жерде болуы мүмкін. Көпшілік ғалымдар Грекиядағы Крит пен Санторини арасындағы аймақ ең ықтимал деп санайды екен. Көп адамдар Атлантидада Санториниді аралын жойған үлкен жер сілкінісімен бір уақытта суға батқан деп сенеді екен. Бұл факт па, әлде фикшн ба? Фактымен айтылған нәрсе ме, әлде де жаңағындай фикшн, көркем әдебиеттен алынған әңгіме ме, толыққанды ешқандай ақпарат жоқ, бірақ осындай Атлантис деген арал болған екен. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Менің каналыма тіркеліңдер. Тіркелген болсаңыздар үлкен рахмет. Келесі сабақта кездескенше.